Үйіңізде осындай тігін машинасы бар, бірақ та сіз тігуге қорқатын болсаңыз, осындай машинкаларды көрген кезде бұзып қоямын, сындырып қоямын деген сияқты қорқыныштар бар болатын болса, осы видео сіздерге арналады. Себебі бұл видеода мен сіздерге осындай қорқыныштан қалай арылуға болатындығы жөнінде айтатын боламын. Ал әзірше сіздер менің каналыма жазылып алыңыздар, себебі алдағы уақытта қалай заправить ету керек және иненің түрлерімен сіздерді таныстыратын боламын. Ең алдымен бұл видеода қорқынышты қалай жеңеміз? Бірінші айтып кететін нәрсе педаль. Осы педальді басқан кезде қол машинамен тігіп үйренген кісілер әсіресе қатты қорқады, өйткені басқан сайын машинканың инесі зудырап жүріп кетеді. Сондықтан осы қорқыныштан арылу үшін жібін де инесін де алып тастап, әуелгі уақытта тоқтқа қосып қойып, тек қана педальдің өзін басып, барынша сіздер осыны үйренулеріңіз керек. Яғни содан кейін барып машинкаға жіпті сабақтап тігін тігуге отырсаңыздар болады. Ең әуелі педальді басқарып үйреніңіздер. Әзірше сіздер каналыма жазылып алыңыздар. Пайдалы болса басқа достарыңызбен бөлісіңіздер және де өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Шебер Перизат. Келесі видеоларда кездескенше.